Сәлем қыздар, бүгін сәбіз қосылған Starbucks тортын даярлаймыз. Ыдысқа жұмыртқа мен қантты салып, жақсылап миксерлейміз. Содан соң оған өсімдік майын қосып араластырамыз. Ұнға разрыхлитель мен сода қосып елеп аламыз. Ұнды сұйықтығымызға аздап қосып отырып араластырамыз. Сұйықтығымызға корица, имбирь мен мускат жаңғағы ұнтағын қосып араластырамыз. Грек жаңғағы мен мейізді блендермен ұсақтап алып қосамыз, содан соң араластырамыз. Мұнан үккіштен өткізілген сәбізді қосып миксерлейміз. Бисквитті 20 см формаға құйып, 180 градуста қызып тұрған пеште 45 минутта пісіреміз. Крем даярлаймыз. Сары май мен қант ұнтағын миксерлейміз. Оған творожный сыр қосамыз, соңында кілеге қосып араластырамыз. Піскен бисквитіміз суығаннан соң 3 бөлікке бөліп аламыз. Бисквитті видеода көрсетілгендей араб шақпен айналасын кесіп алып, содан соң жіппен орап отырып бөліп алсаңыздар болады. Бисквиттің корждары түзу әрі бірдей болып шығады. Кремімізді жаға отырып, тортымызды құраймыз. Крем ағып кетпес үшін алдын ала бисквит суығанға дейін тоңазытқышқа салып қойыңыздар, сонда крем жақсы жағылады. Торт дайын болған соң қалауыңызша сәндесеңіздер болады. Мен грек жаңғағымен әсемдеп шықтым. Мен тортымыз дайын, міндетті түрде жасап көріңіздер.